Баршаңызға сәлем достар. Банан мен сүзбе қосылған пісірмені біздің үйдегі балалар қатты жақсы көреді. Сол үшін сіздерге де рецептісін ұсынғым келіп отыр. Ал жасалуына келсек, тіптен оп-оңай. Барлық қажетті заттарды бір ыдысқа салып, блендермен ezесіз де пешке сала қоясыз. Ал қажетті заттардың тізімі мен мөлшерін видеоның астындағы описанияда толық жазып қоямын. Бұл пісірмені диета ұстап жүрген кісілер де ойланбай жей берсе болады. Себебі құрамында ешқандай ұн жоқ және тәттісі де аз мөлшерде. Дайын болған сүзбелі массаны формаға құйып, қалауыңызға қарай сәндей берсеңіз болады. Ең бастысы осы кезде пешті 170 градусқа қыздырып қою керек. 50 минуттан кейін пісірмеміз толықтай дайын болды. Алғашында көтеріліп тұрғанымен суыған екен ол басылады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп қойыңыз.